шығыс славян тайпалары 6 ғасырда Киевтен Воронежге дейінгі орманды дала алқабын шығыс славян тайпалары мекендеген. Шығыс славян тайпаларының жерінде құрылған мемлекет Русь деп аталды. 9 ғасырдың басында шығыс славян тайпалары екі мемлекеттік одақ құрды. Біріншісі полян тайпаларының одағы, астанасы Киев қаласы. Екіншісі солтүстікте Ильмен көлінің маңындағы Кривич және басқа тайпалар одағы. Шығыс славян тайпаларының негізгі егіншілік болған. Қара топырақты оңтүстіктегі жерлерді көбінесе қос өгіз жеккен соқамен, ал солтүстікте және орманды жерлерде бір ат жеккен соқамен жұртқан. Еккен егіндері қара бидай, арпа, сұлы, тары, бұршақ, зығыр және шалқан. Егінді тіршілік, яғни жито деп атаған. Шаруашылықтарында жылқы, сиыр, қой, ешкі, шошқа, үй құстары өсірілген. Туыстас рулас бірлестігінен тайпалар құрылған. Әрбір тайпада қоғамдық маңызды мәселелерді шешетін вече халық жиналысы шақырылып отырған. Вече дегеніміз ол халық жиналысы. Тайпалар басшылығына әскери көсем, яғни князь сайланған. Киев Русінің құрылуы 9 ғасырдың екінші жартысында 862 жылы шығыс славян тайпалары өздерін басқару үшін Скандинавиядан рюриктер тегінен шыққан князьдерді шақырады. Рюриктерді шақыруының негізгі себебі біріншіден сол кездегі Европада үстемдік жасап отырған викинг тайпасына тойтарыс беру үшін болса, екіншісі Ильмен көлінің бойындағы тайпалар арасындағы бақталастықты жою үшін деп жазады сол кездегі орыс жылнамаларында. 9 ғасырдың соңында Рюриктің туысы Олег Киевті жаулап алады. Киев князьдары Аскольд пен Дирді өлтіріп, 882 жылы древлян, северян және радимичтер тайпаларын бағындырады. Князь Олег Киев жерін 33 жыл бойы билік құрып басқарады. Рюриктің баласы Игорь Олегтен кейін Киев Руси мемлекетін басқарды. Киев Русіне Киев князі билік етті. Ол елді князьдер мен жасақшылардан құралған кеңес, яғни боярлар думасы арқылы басқарды. Жасақтар үлкен жасақ және кіші жасақ болып бөлінді. 945 жылы Игорьді древлян тайпалары салық жинау кезінде өлтіреді. Игорьдің жесірі Ольга кейіннен древляндардан күйеуінің кегін алады. Киев Русінің христиан дінін қабылдауы. Владимир кезінде орыс мемлекеті күшейді. Киев Руси мен Византия арасындағы экономикалық және мәдени байланыс дамыды. Шығыс славяндар пұтқа табынған болатын. Христиан діні үстемдікке ие болғаннан кейін шіркеу князьдерден ірі жерлерді сыйлыққа алды және мемлекеттік табыстардан ондық салық алып отырды. Ярослав Мудрый тұсындағы Русь. Ұлы князь Ярослав Мудрый орыс мемлекетінің нығайып гүлденуіне негіз қалады. Еділ бойында Ярославль қаласын салдырды. Мемлекет жері кеңейді. 11 ғасырда ол солтүстік батыста Ладога және Онега көлдерінің оңтүстігінде Қара теңіз жағалауына дейін Дунай сағасына, Карпат бойынан Дон өзенінің бас жағына, Еділ өзеніне дейінгі кең байтақ жерді алып жатты. Ярослав Мудрый кезінде орыс саудагерлері Еуропа, шығыс елдерімен сауда қатынастарын жасап отырды. Киев қаласы сауда орталығына айналды. Орыс тауарлары Бағдат, Александрия, Хорезм қалаларына сатыла бастады. Ежелгі орыс мемлекетінің мәдениеті. Қазіргі орыс, украин және Беларусь халықтарының мәдениеті ежелгі Киев Руси мемлекетінің мәдениеті негізінде қалыптасқан. Рухани мәдениетке жазу, жылнамалар, сәулет, сурет және қол өнер жатады. Рухани мәдениет халықтың материалдық мәдениеті негізінде қалыптасады. Монастырлерден табылған жазба деректерді, күн сайынғы болған оқиғалар жазбасын орыстар летопись, жылнама деп атаған. Бізге келіп жеткен сондай жылнамалардың бірі Бағзы замандардың хикаясы, повесть временных лет. Мұны жазған Киев-Печер монастырының монахы Нестор деген адам. Бұл жылнама Киев Руси мемлекетінің құрылуы, славян тайпаларының көшпелі тайпалармен соғысы, алғашқы князьдер туралы жазылған тарихи дерек, жазба ескерткіш болып табылады. Ежелгі орыс мемлекетіндегі монастырлер жанындағы мектептерде оқу, жазу, дін ілімі,
ән үйретілді. Мектепте ер балалар мен қыздар бөлек оқытылды. 1086 жылы Мономахтың туысы Киев қаласында қыздарға арнап мектеп ашқан. Монастыр жанындағы қыздар мектебінде төменгі діни қызметкерлер, диакон, дячилер сабақ берген. Орыс халқы христиан дінін қабылдағаннан кейін басқа славян халықтары сияқты оларда да ірі сәулет өнерлері дамыды. Мәселен, Византияның дәстүрлі сәулет өнері негізіне салынған Успен соборы, Спас Преображенский монастыры, София соборы, орыс, украин және белорус жерінде салынған барлық православия шіркеулері бір-біріне ұқсас болып келеді. Орыс мемлекетіндегі сәулет өнерінің өзіндік ерекшеліктері болды.